Бір күні губка Боб квадрат шалбар таңертеңгілік өз үйінде, ананас формалы үйінде оянып, бәрі өзгергенін байқады. Барлығы дөңгелек және жұмсақ заттардың орнына квадрат және бұрышты заттар болған. Үйі, мұхит, тіпті өзі де барлығы Майнкрафт ойындағыдай болып көрінді. Губка Боб қорқынышпен көшеге шығып, ең жақын досы Патрикте квадратқа айналғанын көрді. Олар екеуі де не болғанын түсінбей жауап іздеуге бел буды. Сол кезде олар алыста жарқырап тұрған үлкен портал көрді. Патрик, менің ойымша, бізге бұл портал арқылы өту керек. Сонда не болып жатқанын білеміз, деді губка Боб. Олар порталға жақындап, қол ұстасып, оның ішіне кірді. Көзді ашып жұмғанша олар өздерін Майнкрафт әлемінде тапты. Олардың айналасында шексіз жасыл шөпті алқаптар мен квадрат блоктардан жасалған тау-тастар пайда болды. Губка Боб пен Патрик бұл жаңа әлемді зерттеуге кірісті. Олар бірінші кезекте жергілікті тұрғын Стивті кездестірді. Стив оларға бұл жерге сиқырлы қателіктен түскендерін түсіндірді және енді үйлеріне қайтудың жолын табу керек екенін айтты. Стив оларға көмектесуге бел байлады, сондықтан олар волшебный куб деп аталатын көне артефактты іздеуге аттанды. Бұл артефакт оларды үйлеріне қайтаруға қабілетті еді, бірақ оған жету жолы қауіптіліктерге толы болды. Олар қорқынышты ормандарды аралап, қараңғы бұрыштарда жасырынған жабайы жануарларды кездестірді. Губка Боб пен Патрик жергілікті ауылдарға барып, тұрғындарға көмектесе отырып, өздерінің Майнкрафт шеберліктерін арттырды. Бірақ ең қауіпті сынақ оларды тек соңында күтіп тұрды. Губка Боб пен достары ақырында артефакт сақталған жерге жетеді. Алайда бұл жерді алып дракон күзетіп тұрады. Оларды қиындық күтіп тұрғанын түсінген губка Боб, Патрик және Стив бірігіп драконмен шайқасқа түседі. Губка Боб күрескен уақытта Патрик пен Стив артефактты алуға әрекет жасайды. Кейінірек олар волшебный кубты қолданған кезде портал ашылып, оларды өз үйлеріне қайтаруға тырысты. Бірақ губка Боб бұл жерді қалпына келтірмейінше, Майнкрафт әлемінің тұрақсыз болатынын түсінді. Осылайша ол Патрикпен бірге қалып, Стивке көмектесуді шешеді. Енді олар жаңа өмірді Майнкрафтта бастайды. Бұл әлемде жаңа достар табады және өздерінің жаңа үйлерін құрады.